көшті бастап келе жатқан әйгілі орыс ханның ұрпағы, Ақ Орданың мұрагері Қос Сұлтан Керей мен Жәнібек. Қадірлі көрермен, қазақ хандығының негізін салған, қазақ ұлтын әлем сахнасына көтерген Қос Сұлтанның бірі Жәнібектің сағанасы табылды. Бұл репортажымызда ғажап сенсацияның қалай табылғанын, хан Жәнібекке қатысты осы уақытқа дейін құпия белгісіз болған мәліметтерді айқара ашамыз. Топырақ көмген тарих қақпалары ақырын ашылып келеді. Енді бірер күннен соң ханның асыл сүйегі де табылып қалар. Ондай болса, алғашқы әміршіміздің жамал келбетін көретін күнде жақын деген сөз. Адамның бет келбетін келтіру. Сондықтан егер адам сүйегі табылып жаңағыдай күтілетін нәтижелерге қол жеткізсе, соны да жасаймыз. Оны да біз қазір мойындалған ғалымдарды шақырып жатырмыз сол жұмыстарға. Хан Жәнібектің моласы қайда жатқаны туралы пікір көп болды. Мүйізі қарағайдай ғалымдардың бір парасы Жәнібектің жерленген жері Қазанда деді. Енді біреулері Сарайшықта десті, тағы біреулер Түркістан маңынан іздеп келді. 2007 жыл Қорғалжын қопасынан 15 ғасырға тиесілі сәулетті кесене кездейсоқ табылды. Кесене кірпіштері қазақ хандығының ту байрағындағы мәңгілік белгі бар ғой. Тұп-тура сондай символдармен бедерленген екен. Бұл ғаламат кесене орнының табылуы да өзінше бір хикая. 2007 жылы 1 қыркүйекте аңшылар үйрек қазатуға Жәнібек Шалқар көліне келеді. Аңшылар үйрек ату үшін бой тасалайтын ор қаза бастайды. Жерді қазып жатқанда көк глазур кірпіштер көптеп шығады. Бұл не болса да жайзат емес деп археологтарға кеп көрсеткен. Сол қыркүйек айында біз геодезистерді, этнографтарды ертіп, жәдігер табылған жерге келіп, зерттеуімізді бастап кеттік. Аңшылар тапқан көгілдір түсті ақық кірпіштер бұл жай ғана түрлі түсті кесек емес. Біле білсеңіз, кірпішті күйдіріп, оны көк тасқа айналдыру технологиясы 1400 жылдары ғана ойлап табылған. Алтын Орда архитекторларының ғаламат өнер табысы. Яссауи кесенесінің күмбездері, Самарқан, Бұқардың мешіттері осындай глазур кірпіштермен әспеттелген. Елестеттіңіз бе? Осыдан 500 жыл бұрын Сарыарқаның төскейінде осы жерде қаса беті Құран аяттарымен айшықталған, тұтас ақық таспен безендірілген 10 метрлік ғаламат кесене тұрған. Яғни мынау жерде өте әдемі ғимарат тұрған, күмбезі қабырғалары көк глазур кірпішпен әсемделген. Біз 2007-2009 жылдары зерттегенде кесененің айналасын жіті түзіп тексеріп шықтық. Өте сапал кірпіштерді, глазур тастарды қайда даярланған, қандай пеште күйдіргенін білу үшін. Осы жерден 8 шақырымдай маңда Ботағай кесенесінің жанынан үлкен қыш күйдірген пеш табылды. Әлгі көк глазур кірпіштерді ұсталар сол жерде құйса керек. Ботағай дейтін жерде көк глазур кірпіштерді балқытып құятын арнайы пеш болған. Мынау кесенені тұрғызу үшін ғалымдар айтып отыр, 50 000 қыш жұмсалды деп. Өкінішке қарай сағана қабырғасының 2 қатарлық кірпіші ғана сақталыпты. Қатты қирағаны көрініп тұр, өйткені совет заманда моланың үстін жыртып егін салдырған. Әдейі бәлкім байқаусызда оны білмедік. Жаңағы қабырғаны тазарту барысында мынадай ақ керіштерге кездесіп жатырмыз. Бұл ақ керіштер жаңағы кесененің қабырғаны қалау үшін кірпіштерінің арасына сылақ ретінде және соларды байланыстыру үшін және берік болу үшін қолданылған. Дәл қазір археологтар заманауи зерттеу әдістерін қолданып жатыр. Заманауи дегеннен шығады. Бұрын қандай да бір кірпіш табылса, ғалымдар анау ескерткіш мынау сағанадан табылған, соған ұқсас басқа заттармен салыстыра отырып, болжаммен ғана мынау заманның жәдігері болуы мүмкін десетін. Ал мынау кесенені археологтар радио көміртегілік мерзімдеу арқылы зерттеп жатыр. Бұл дегенің бұйымның нақты жасын қоя алады. Керек десең, мынау жылы шыққан деп датасын дәл айта алады. Мысалға, тек қана кірпіш емес, сонымен қатар адамның табылатын жануардың сүйектерін, адамның сүйектерін, содан бір титімдей ғана үлгі алынады. Бұрындары үлкен кесек үлгілерді жіберетін болса, қазір тырнақтың
өлшемінде ғана үлгілер жіберіледі. Содан қазір технология, әдіс деген дамып кеткен соншалықты бізге нақты жасын анықтап береді. Мысалға мынау 1300, мысалы 1456 жылы. Жылына түсіп береді. Сосын тағы да плюс немесе минус уақытын көрсетеді. Жаңағы радиокөміртегілікті айттық. Ендігі мәселе палеогенетика деген бағыт бар әлемде. Кімнің қайдан неден шығып тарағандарын айтатын. Қазіргі таңда мына барақ, орыс, соның ұрпақтары деп айтып отырмыз, Жәнібек ханды. Олардың шамалап маркерлері жасалған болатын. Сол арқылы салыстыру арқылы біз олардың кімнен тараған, қай ұрпақтан, қай жақтан келгенін айта аламыз. Қазір күллі жәдігер көміртектік мерзімдеу үшін ақштың Майами штатындағы бета-аналитик орталығына жөнелтілмек. Өзіміздің Назарбаев университетінде де жасауға болатын еді. Бірақ әлемдік деңгейдегі ғалымдарды мойындату үшін сол ғұламалардың мойындаған орталықтарында зерттеу керек. Жалпы егер дәл біздің айтып отырған Жәнібек хан осы жерден табылатын болса, бұл үлкен қазақ тарихына деген көзқарас. Қазақ тарихындағы бір аталатын тұлғалардың орнының анықталуы үлкен, Қазақстан үшін үлкен жетістік. Қазақ үшін өзінің этникалық мемлекетін қалыптастырған ұлтқа өзінің алғашқы іргетасын қалаған тұлғаның жаңағыдай жерленген орнын табылу, оның сакралдық мәні бар. Екіншіден енді тарихи туризм бағытынан қарастыруға болады. Яғни біз сол арқылы осы өлкенің туризмін дамытуға септігін тигіземіз. Ол өз кезегінде экономикалық эффекті береді. Күллі хан сұлтанымыз Түркістанда жерленген. Ал Жәнібек кесенесі қалай қайтып, ең бастысы неге Қорғалжыңнан табылды дейсіз ғой. Бұған жауап беру үшін қазақ хандығының қалыптасып жатқан жылдарына ойша сапарлайықшы. 1470-80 жылдар сыр бойындағы қалалар үшін қиян ескі шайқастар жүріп жатты. Өкінішке қарай бұл аймақтарда шайбаниттер басым еді. Біздің жаңағы ең алғашқы сұлтандарымыз Жәнібек пен Керей ол жерде жерлеу ол күмән туғызады. Себебі Қасым ханға дейін ол жерлер бізге нақты түскен жоқ. Өйткені таласта біздің қазақтарда болды. Немесе сол шайбаниттардың ұрпақтарында сөйтіп ауыспалы кезеңге дейін Қасым ханның кезінде ғана ол тұрақтады. Сондықтан саяси жақтан сол жаңағы бірінші хандарымыз сол жерге жерлеу деген бізге күмән туғызады. Мұны бір деңіз. Сосын Алтын Орда империясының негізін салушы Жошы ханның 5 баласы болды емес пе? Қазақ сұлтандары тұңғыш жолынан тамыр тартады. Еженің еншісі Арқа аумағы, атап айтқанда Қорғалжың, Есіл Нұра аралығы болған. Яғни Жәнібек пен Керей өзінің ата бабасының қонысын жайлаған. Ата қоныста жерленуде заңды емес пе? Қазақ жер су атауларын қойғанда бекерден бекерге қоймайды, белгілі бір уақиғаларға, белгілі бір жайттарға байланысты қояды. Міне, мына көлдің аты Жәнібек Шалқар көлі. Анау жерде Керей дейтін өзен бар. Одан әрмен Тоқтамыс хан өзені бар. Сұлтан келді дейтін тағы да көл бар. Бұның бәрі бекер ме? Жоқ. Бұның бәрі, бұл топографияның баршасы дәл осы жерде Жәнібек ханның моласы жатқанын дәлелдеп тұрғандай. Есіл Нұра қазақ ханзадаларының атасы Орда еженнің ұлысы болғанын айтты. Осы жерді ежен ұрпақтары ұлық империя уағында жайлау етіп, қалалар, керуен сарайлар соққан. Айтпақшы, Қорғалжың сөзін қайбіреулер Қорғасын сөзінен шыққан деп жүр. Ал этнограф Жамбыл Артықбаев мұнымен келіспейді. Қорғасыннан гөрі қорғаныс қыңғайлы жер шын айтқанда. Тікен жаңа қалың қамыс көлдердің арасында сіз жақсы білсеңіз, сіз ол жерде малды да сақтайсыз, адамды да сақтайсыз, шет жоқ, шек жоқ бір үлкен бір қорғаныс фортификациялық кешен сияқты көрінеді. Соған байланысты ол жерге ерте заманнан бері талай азаматтар барған, қашқан, қуған адамдар сол жерде көп болған. Оның енді көне тарихы тіпті ертеге кетіп қалады. Мен бертінгі заманда айтсам, бертінгі заманда жаңа өздеріңіз айтып отырған Көшім ханның барған жері. Соны жазған мейлер сол ескі шежіре жылнамаларға негіздеп отырып, Көшім ханның өмірінің соңғы жылдары сол Қорғалжында өтті дейді. Оған қарағанда, енді Көшім ханның алдында да бір шу жерде болғандар болып тұр ғой. Енді Алтын Орда заманына қарасаңыз, мәселен, ол жерде Алтын Ордаға қатысты
ағанас, тоғанас деген атаулар тіпті алтын орда емес, оғыз заманына қатысты атаулар бар. Сосын әлкей хан Шымарқұлан Қорғалжын көлемінде 7 орта ғасырлық қаланы таптым деп еді. 7 қала. Бұлардың барлықтары енді әлі де іздеу керек. Ескі керуен сарайлардың орындары, ескі әдемі күмбездер, ол жерде толып жатқан дүние бар. Қорғалжын аймағы Кенесарыға дейін төре ұрпағы жайлаған қастерлі мекен болды. Абылай Сұлтангелді көлдері соған дәлел бола алады. 16-17 ғасырларда жазылған жазба деректер бар. Қытай елшісі жазады: мен Қорғалжын өзендерінің маңында қазақ сұлтаны 2 жұма болды тосып отырғанына дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл жер бір саяси шешетін жер, өйткені елшісі келіп тұр бұл жерде. Қазақтың сұлтанын тосып жатыр, 2 жұма тосып жатыр дейді. Ол солтүстікке қарай мал мемлекет қапты дейді. Міне, бұл жаңағы жазба деректері. Хош, қайта тақырыбымызға оралсақ. Хандықты Керей Жәнібек қалағанын білеміз. Осы арада тарихшы Дархан Қыдырәлі қазақ мемлекетінің құрылу себептеріне жаңаша көзқарас керек дейді. Әйтпесе біздің тарих кітабы қазақтардың Әбілқайыр хандығынан бөлініп шығуын сепаратизмге ұқсатып суреттейді. Қобланды Ақжол биді өлтірді, Қос сұлтан Қыпшақ батыры жазалансын деп ультиматум қойды, Әбілқайыр хан көнбеді, ренжіген 2 сұлтан соңынан қалың жұртты ертіп Моғолстанға көшіп кетті. Содан қазақ хандығы құрылыптымыз. Сенің кіремей сөйлеудің де себебі болып тұр, өйткені әлем тарихында ешқандай мемлекет 2 адамның ренжіп қалуынан пайда болған емес. Жалпы кез келген шақсада немесе бекзада мемлекетке ренжіп өзінің хандығын құра беретін болса, оның соңынан жұрт ермейтін еді. Немесе сол шақсадамен бірге, сол бекзадамен бірге ол құрған шағын мемлекеттік шаңырағы ортасына түсер еді. Ал қазақ хандығы ол бір ұлтқа атын берген, бүгінге дейін жалғасып келе жатқан үлкен арнаға айналды. Бұның себебі ол үлкен идеяның негізіне құрылған еді. Бұл идея қандай? Алтын Орда ұлық ұлыс құлап жатты, ойраттар сахнаға шықты, экономикалық қиындықтар болды. Міне осы кезеңде жұрт үлкен идея күтті. Ол не идея еді? Бұл сұраққа жауап бермес алдын сол заманда жер бетінде не болып жатыр еді? Еске түсірейікші, Осман империясы Стамбулды жаулай бастаған. Ал Еуропада тігін станоктары һәм кітап басу құралдары пайда болып, индустрия ғасыры жүріп жатқан. Жердің ең шетінде отырған Испан мен Португалдар Үндістанды іздеп, ашық теңізге шыға бастады. Кристофор Колумб дегені Американы ашқанын білесіз кейін. Ал Кіндік Азияда сол жылдары не болып жатты? Ештеме. Әуелде кез келген жаңалық осы орталық Азиядан, көшпелі жұрттан шығушы еді. Аттың қолға үйренуі, дөңгелекті арба, үзеңгі, темірді балқыту дейтін өнертабыстардың авторлары Тұран ұландар еді. Талай ғасыр әлемді алақанында шыр айналдырған көшпенділер осы заманда, осы жылдары тоқырады да қалды. Әбілқайыр армиясы ең соңғысы қалмақтардан үсті-үстіне бірнеше рет жеңіліп қалды. Керей мен Жәнібек осының бәрін көрді, сөйтті де халыққа ұлы идея ұсынды. Алтын Орда империясын қайта қалпына келтірейік деген ұранды көтерді. Көріп отырғанымызда Керей мен Жәнібек бұл Алтын Орданың мұрагері іспетті. Дәлірек айтқанда Керей мен Жәнібектің өзі де ол сол тақтың мұрагері болатын. Сондықтан олар Қадырғали Жалайырдың айтқанындай, ол өзінің тағына ие болды біріншіден. Сол арқылы Алтын Орданың ұлық ұлыстың дәстүрін жалғастырды. Сондықтан ұлық ұлыстың құрамындағы ру тайпалар, тіпті сонау Ноғай ұлысына дейін негізгі сүйегін құрайтын ірі тайпалардың барлығы да қазақ ордасына келіп қосылды. Мұхаммед Қайдар Дулати айтады, Жошыдан кейін ондай үлкен мемлекетке ие болған хан болған жоқ дейді, Қасым хан туралы айтқанда. Ал Қасым хан ол Жәнібектің баласы. Қасым ханнан кейін біз Тәуекел, Есім хандарды сонау Қашқарда немесе Ауғанстанда, Бұхарада, Самарқандта соғысып жүргенін көреміз. Қырғыз даласында Сібірге дейін, мына жақта Еділ мен Жайыққа дейін. Неге? Себебі сол үлкен идея. Сол бұрынғы Жошының ие болған, Алашаханның ие болған, оның алдындағы Түрік қағанаты ие болған ұлы аймаққа иелік ету. Міне осы идеяға сенгендіктен
халық тұтаса білді деп ойлаймын. Қазақ Керей мен Жәнібек құрған мемлекеттің аты, ұлттың аты осындай атау алды. Не мағына береді? Пікір пішен. Біреулер Әбілқайырдан қашып кеткесін қашақ деп аталды десе, басқа зерттеушілер ғази хақ деген сөзден шыққанын алға тартады. Ол дін үшін берілген адамдардың тобы мағынасын береді екен. Левшин заманнан келе жатқан аққаз немесе қаз ақ деген гипотеза бар. Ал этнограф ғалым Жамбыл Артықбаев қазақ сөзінің түпкі мағынасы қаз деген сөзден шыққанын болжайды. Қаз деген сөз ерте көне дәуірлерден бастап бізде өте бір белсенді қолданылған сөздердің біреуі. Қазіргі қазақ тілінде бұл енді архаизм есебінде сақталған. Мәселен, Бұқар Жырау Абылай ханға айтады: ашуланба Абылай, ашулансаң көрермін, көтеріп қазға салармын дейді. Көтеріп қазға салармын дейді. Қаз деген бұл жерде мына парламент мағынасында, халықтың жиыны, батырлардың бас қосқан жері мағынасында қолданылып отыр. Одан басқа тағы да бір дәлелім бар. Бұл мына қаз дауысты Қазбек атауы. Енді ол дауысы қаздай қаңқылдаған екен деп жоңғардың қонтайшысы берген екен дейді бұл атауды. Енді ешқандай қисыны келмейді. Бұл жаңағындай елдің жиындарын басқаратын адам деген ұғымға көбірек келеді, қаз дауысты деген. Яғни үлкен мәжілістерді жаңағы қазіргі уақытта айтсақ, мына қазіргі тілмен айтсақ спикер, парламенттің спикері, қаз дауысты деген сөзіңіз. Яғни жаңа үлкен мәжіліс жиынды басқарып отыр деген мағынаға келеді. Қазақ еркін бірлесіп басқаратын адамдар тобы деген сөз ғой сонда. Бірлесіп дегеннен шығады, Керей мен Жәнібек мемлекетті бірігіп басқарды. Бұл Чингизиттер әулетінде жоқ үрдісі. Ал Қос Сұлтан Шыңғыс ханның кіндігінен болса да, яссы заңын тастап, сонау көктүріктер заманындағы ел басқару дәстүрін тірілтті. Керей мен Жәнібектің арасындағы бұл үйлесім жалпы қалың жұрттың жадына бұрынғы Күлтегін мен Буымын қағандарды, Селжұқтың балалары Шағырыл мен Тұғырылды еске түсіргендей. Және бұл жарасым олардың балаларына да жалғасып кетті. Бұрындық пен Қасымды көреміз. Ал сол кезеңде үлкен мемлекеттерде, мысалға тіпті Османлы мемлекетінің өзінде тақталасы болып жатты. Тіпті таққа таласқан шахзадаларды тізгіндеу үшін баланың өлімі уәжіп деген пәтуа шығарды. Осман империясында таққа таласқан аға-інілер бірін-бірі қырып тастағаны сонша дені сау мұрагер қалмаған кездер болған. Ішкіш Селим, Жынды Мұстафа дейтін патшалардың билікке шығуы сөзге дәлел. Ал Керей мен Жәнібек құрған мемлекетте ондай бақталастық болған емес. Тиісінше мамыражай заман орнады. Сондықтан Қос Сұлтанның мемлекетіне алыс жақыннан көшпелі тайпалар келіп қосыла бастады. Былай қарап тұрсаң, баршасы бір тіл, бір діндегі халық. Бірақ алшын елі Ноғай ордасында өмір сүрді. Қыпшақ Қоңырат Әбілқайыр ханға қызмет етті. Үйсін Моғол мемлекетінің тұрғындары еді. Әрқайсысы әртүрлі билік, әртүрлі режимде болған ру тайпаларды бір ұлтқа айналдыру керек болды. Керей Жәнібек осы мәселені шеше алды. Содан 15 ғасырдың басында қазақ хандығы құрылған уақытында енді жаңағы қаншама жүздеген рулардың басын бір қазыққа байлау керек болды ғой. Сонда жаңа Алаша идеясын алып шықты қайтадан. Алаша, атамыз Алаша, Алаш деп жаңа жерде. Атамыз жылқышы ел, жылқышы халық деп сөйтіп байлады. Бұл енді ғажап дәстүр, бірнеше мың жыл бойы өмір сүріп келе жатқан бізді байлауға жақсы болды қазақ руларын. Өйткені біздің ішімізде әртүрлі рулар бар. Әрбіреуінің жеке-жеке мемлекеті болған рулар болды. Сондықтан олардың барлығын жаңағы ең көне тұлғаға байлау өте пайдалы. Мысалы, Жошыға байлай алмайсың. Жошы бертінгі заманның адамы. Шыңғыс ханға байлай алмайсың. Алдыдағы ең көне замандағы ең көне тұлғаға байлады. Қандай да бір тайпа өз ішінен ғана үйленіп басқамен араласпаса, онда жабық қауымға айнала бастайды. Оның соңы бөтен ұлтқа айналуға әкеп соғады. Бұл мәселенің алдын алудың бірден бір жолы не? Бір рудың, тайпаның тек өз ішінен ғана қыз алысуын доғарту керек. Арғын Қыпшақпен құдандастыру қажет. Осы мақсатта жеті ата ұғымы пайда болды. Бұл медицинадан бұрын саяси шешім еді. Бұл жерде біздің аталарымыз жеті ата ішінде қан айналысудың биологиялық ештемесін қатты есептемеген. Мен сол
жеті атаға байланысты мына жеті атаға тиімі жоқ елдерде бар ғой. Мысалы мына көрші біздің мына сарт қауымдарының барлықтарында жеті ата деген жоқ қой, жақын адамдарын немере ала береді. Оған байланысты сол халықтардың азып тозып кеткенін көргем жоқпын. Әрине тиімнің болғаны жақсы жеті атаға деген. Сол жеті ата бұл үлкен семья, үлкен отбасы. Ал енді осыдан ары қарай жаңағы өзге рулармен қыз алысу керек, қарым-қатынасқа түсу керек. Ерте уақытта ана қазақ саны шағын болған уақытында, Сырдарияның бойында қыстауда бәріміз басымыз қосылып жатқан уақытында, қызды таңдаған уақытында орта жүздің жігіті кіші жүзден таңдайды, кіші жүздің жігіті ұлы жүзден таңдайды. Шежірені қарап отырсаң, барлығы солай болып шығып отырады. Бұл рулық құрылым арқылы мемлекетті ұстап тұру үшін жасалған әдейі тетік. Жеті атаның арқасында қазақ өзара мыйдай араласып, туысқан болып кетті. Басқа халықтарда азаматтық соғыс өз ұлтының өкілін өлтіру болса болғанда шығар, қазақ қазақты өлтірген емес. Сонымен әртүрлі мемлекетте өмір сүрген тайпаларды бір шаңырақ астына біріктірді, туысқан етті. Ең бастысы осы ру тайпаларды жүйеледі Қос Сұлтан. Ал енді бүгінгі күні сондай әуестену болып жатыр. Әр ру өзінше жаңағы аталарын іздейді. Ал шын мәнінде көпшілік рулардың аталары шартты аталар. Сонда Дулаттың немесе Адай, Арғын секілді ірі рудың түбін қуалап барсаң, жалғыз бір атаға барып тірелмейсің. Бұл жаңсақ ұғым екен. Біле білсеңіз, таза туыстыққа негізделген рулар сонау тас ғасырында болған шығар. Біз мұндай жүйеден 12 мың жыл бұрын шығып кеткенбіз. Қазақтың руы әкімшілік территориялық бірлестік дейді ғалым. Бұл әкімшілік территориялық құрылым. Көшпелілердің әкімшілік территориялық құрылымының негізгі элементі ру. Қазіргі күнгі мысалы аудан дейміз, ауылдық әкімшілік дейміз, облыс дейміз, ерте заманда губерния дейтін, соның барлықтары қазақтың рулары. Ол енді әртүрлі деңгейде болып келеді, сатыланып. Түсіндіріп көрейік. Қазір Шу мен Талас арасын Жамбыл облысы, Қаратау мен Дария аралығын Түркістан облысы деп бөліп жүрміз. Ал көшпелі кезеңде бұлай бөлу мүмкін емес. Өйткені Түркістан деп аталған өлкеңді қыс уағында 4 миллион жұрт жайлайды да көктем шыға Сарыарқаға дені кетіп қалады. Қазір облыс бір сәтте 80-90% тұрғынын жоғалтса, ол облыс болып тұра ала ма? Жоқ. Яғни көшпенділер әлемінде облыс, аудан дегенің жерге байланбаған. Облыс тайпаның өзі. Жұртымыз көшпелі болғандықтан облыстарымызда жұртпен бірге көшіп жүруші. Бұл мобильді облыс қазіргідей аудандарға бөлінді. Көшпелі аудан рулар еді. Міне көрдіңіз бе? Қазақтың әкімшілік бөлінісі отырықшы жұрттан мүлдем бөлек. Осындай жүйені де осы Қос Сұлтан, Керей мен Жәнібек жасақтады. Қазақ хандығының іргесін қалаған, қазақтың ұлыс руын түгендеп, дәстүрін реформалаған ірі қайраткер хан Жәнібектің сағанасы табылып отыр міне. Әрине, әлі де зерттеу керек. Титімдей де күмән болмас үшін антропологиялық, топонимдік зерттеу жасалуы керек. Сосын мемлекетіміздің атасы жатқан бұл кесене қайта тұрғызылады. Сол бір 500 жыл бұрынғы ғажап әдемі кесене бой көтереді.